Сәлем достар, ондық бөлшектерді көбейту тақырыбына берілген Б тобының есептерін бірге қарастырайық. Біз бірінші айнымалыларды бір-біріне қосамыз, одан кейін мына екі санды бір-біріне қосамыз. Ең соңында барып x-тің орнына 0,5-ті қоямыз. Баған түрінде есептесек, 15,2-ге қосамыз 4,6-ны. 2-ге 6-ны қосамыз 8, 5-ге 4-ті қосамыз 9, мына жерге 1 түседі. 19,8. Енді екі санды бір-біріне қосатын болсақ, 8, мына жерде 15. Өтір осында түседі. Сонда 19,8x қосылған 15,8. Енді x-тің орнына 0,5-ті қоямыз. 19,8-ді көбейтеміз 0,5-ке, қосамыз 15,8-ді. Есептейік. 5 8 40, 0 жазам 4 ойда. 5 9 45, ойдағы мен 49, 4 ойда. 5 1 5, ойдағы мен 9 болады. Енді үтірді санасақ 1, 2 цифры, 1, 2, 9,9. Енді оған 15,8-ді қосу керек. 17, 1 ойда. 5-ке 9 қосамыз 14, ойдағы 1 мен 15. 1 ойда, 1, ойдағы 1-ді қосамыз 2. 25,7 деген жауап шығады екен. Екіншісінде y-тарды жинақтаймыз. Одан кейін барып мына санды қосамыз. 19,8-ден азайтамыз 12,6-ны. 2, 7, 0. 7,2. Енді 7,2-ге қосу керек 3,1-ді. 10,3 екен. Y қосылған 4,137. Енді y-тің орнына 2,1-ді қоямыз. 10,3 көбейтілген 2,1. Бірге көбейтеміз, өзі түседі. Қосамыз, 2-ге көбейтеміз, 2 3 6, мында 0, мында 2. 3, 6, 1, 2. Үтірден кейін 1, 2 цифр. Олай болса, жауабында 21,63. Енді оған қосамыз 4,137-ні. 11 ойда. 9 ойдағы 1 мен 10, 0 жазам 1 ойда. Мына жерде 5 ойдағы 1 мен 6 болады. 2-нің өзі түседі. Сонда жауабы 26. Үшіншісінде барлық айнымалы, сол себептен бірден жақшалардың ішін орындаймыз, одан кейін оларды қосамыз. 6,5-тен азайтамыз 2,7-ні. 15-тен 7-ні азайтсақ 8, 5-тен 2-ні азайтсақ 3, 3,8. Одан кейін 13,4-тен 5,2-ні азайтамыз. 2, 13-тен 5-ті азайтсақ 8, 8,2. X қосылған 8,2x. Енді осы екі санды бір-біріне қосайық. 8-ге 2-ні қосамыз. 10 0 жазам 1 ойда. Мына жерде 11, ойдағы мен 12. 12 бүтін, шықты. Енді x-тің орнына 0,7-ні қоямыз. 7 2 14, 1 ойда, 7 1 7, ойдағы мен 8. Мына жерде үтірден кейін 1 цифр, олай болса, мұнда да үтірден кейін 1 цифр. Жауабы 8,4 екен. 856 көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып есептеңдер. Біз мына жерде екеусінде де 0,5 бар, оны жақшаның сыртына шығарайық. Сонда 18,3 азайтылған 5,181. Есептейік. Мына жерде 3-тен кейін 0 бар деп өзіміз жазамыз. 10-нан 1-ді азайтамыз 9, 12-ден 8-ді азайтамыз 4, 7-ден 5-ті азайтамыз 2, 1 өзі түседі. Сонда 12,149 екен.
Оны 0,5-ке көбейтеміз. 5 9-ым 45, 4 ойда, 5 4-ім 20, ойдағымен 24, 2 ойда, 5 2-ім 10, ойдағымен 12, 1 ойда, 5 1-ім 5, ойдағымен 6. Өтірлерді санаймыз. Да 1, 2, да 3. 3 цифр болу керек, сонда жауабы 6,245. Екіншісі, біз бұл жерде 2,7-ні жақшаның сыртына шығарамыз. 0,7 қосылған 7,2 қалады. 2,7 көбейтілген ауызша есептейік. 7-ге 2-ні қосамыз. 9, өтір, 0-ге 7-ні қосамыз. 7. Көбейтейік. 9 жердегі 7-ім 63, 6 ойда, 9 0-ім 0, 6 түседі. 2 9-ім 18. Қосамыз 7 7-ім 49, 4 ойда, 7 0-ім 0, 4 түседі. 2 7-ім 14. 3 15, 1 ойда 12, ойдағымен 13, 1 ойда 5, 6-ым да 1 түседі. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр. Мына жерде де 3 цифр болады. Жауабы 16,353. Үшіншісі, жақшаның сыртына 1,8 шығарамыз. Сонда 38,6 қосылған 2,7. Ауызша есептеп көрейік. 6-ға 7-ні қосамыз. 13, 1 ойда. 38-ге 2-ні қосамыз. 40, ойдағымен 41 бүтін болады. Енді осы екі санды көбейтейік. 8 3-ім 24, 2 ойда, 8 1-ім 8, ойдағымен 11 ойда, 8 4-ім 32, ойдағымен 33. Енді бірге көбейтеміз. 3, 1, 4. Қосайық. 4, 3, 4, 7. 1, 2 цифр болу керек өтірден кейін, сонда жауабы 74,137. Төртіншісі, жақшаның сыртына 5,1-ді шығарамыз. Сонда 10,127-ге қосамыз 8,3-ді. 5,1 көбейтілген. Ауызша есептеп көрейік жақшаның үшін. Өтірден кейін 27, мына жерде өтірден кейін 30. 27-ге 30-ды қосатын болсақ, бізде 57 болады. Өтір түседі. 10-ға 8-ді қосамыз, 18. Бірге көбейтеміз. 7, 5, 8, 1. Қосамыз, енді 5-ке көбейтеміз. 35, 3 ойда, 5 5-ім 25, 3-ті қоссақ 28, 2 ойда, 5 8-ім 40, ойдағымен 42, 2-сін жазам 4 ойда, 5 1-ім 5, ойдағымен 9. 7, 10, 1 ойда, 16, 17, 1 ойда, 3, 4, 9. Өтірден кейін 3 сан. Сонда 94,707. Бесіншісінде жақшаның сыртына 2,3-ті шығарамыз. 9,5 азайтылған 7,2. 2,3-ті көбейтеміз. 5-тен 2-ні азайтайық. 3, 9-дан 7-ні азайтайық. 2. Сонда 2,3-тің квадраты екен. 9, 6, 6, 4. 9, 12, 5. Өтірден кейін 2 сан, сонда 5,129. Соңғысы 0,4-ті жақшаның сыртына шығарамыз. 5,1-ге қосу керек. 6,9-ды. Ауызша есептеп көрейік. Мына жерде 10 болады. 0-ін жазамыз. 1 ойда. 5-ке 6-ны қосамыз. 11 ойдағымен 12. 12 бүтін екен. 4 2-ім 8, 4 1-ім 4. Сонда 4-тен кейін 1 сан 4 бүтін 10-8 деген жауап шығады екен. 857 амалдарды орындаңдар. Бірінші, біз аралас сандарды ондық бөлшекке айналдырамыз.
Бөлімін 100-ге келтіру үшін 25-тен берем, да 2-ден берем. Сонда 32,6-ны көбейтеміз. 1-ден жазатын болсақ, 100-ден 25 болады, 5,100-ден 25. Қосылған 1,2 болады. 1,2 деп жазам. Көбейтілген 8,5. Енді бірінші мына амалды орындайық, екінші мынаны, үшінші мынаны орындайық. Сонда 32,6-ға 5,125-ті көбейтеміз. 5 6 33 ойда, 5 2 10 ойдағымен 13 1 ойда, 5 3 15 ойдағымен 16. 2 6 12 1 ойда, 2 2 4 ойдағымен 5 болады, 3 2 6. Енді 5-ке көбейтеміз. Мына жерде 0, мына жерде 3 6 1. 0 5 қоссақ 11 1 ойда, мына жерде 10 ойдағымен 11 1 ойда, 6 ойдағымен 7 да 1. Өтірден кейін 1 2 3 цифр, 1 2 3. 171,115 шықты. Енді 1,2-ні 8,5-ке көбейтейік. 5 2 10 жазам 1 ойда, 5 1 5 ойдағымен 6, 8 2 16 1 ойда, 8 1 8 ойдағымен 9. 0 12, мына жерде 10 болады. Өтірден кейін 2 цифр мына жерге түседі. 10,2. Енді осы екі санды бір-біріне қосайық. 10,2. Мында 5 түседі, мында 3, мында 1, мында 8, 1. Өтір осы жерде түседі. Сонда жауабы 181,135. Екіншісі, біз мында 25-ке көбейтеміз. Сонда 1,100, мына жерде 100-ден 75 болады. 1,175-ті 32,8-ге көбейтеміз, азайтамыз. 1,112-ні көбейтеміз 3,5-ге. Көбейтейік. Біз бірінші мына амалды орындайық, екінші мынаны, үшінші соңында азайтамыз. 32,8-ге көбейтейік. 8 5 44 ойда, 8 жердегі 7 56 ойдағымен 60, 6 ойда, 8 1 8 ойдағымен 14. 2 5 10 1 ойда, 2 4 2 7 14 ойдағымен 15 1 ойда, 2 1 2 ойдағымен 3. 3 5 15 1 ойда, 3 жердегі 7 21 ойдағымен 22, 2 ойда, 3 1 3 ойдағымен 5. Да 0, да 0, да 14 1 ойда, 7, мына жерге 5 түседі. Өтірден кейін 1 2 3 цифр, 1 2 3 цифр. Мында біріншісінде 57,4 шығады. Енді екіншісі 1,112-ні 3,5-ге көбейтейік. 5 2 10 1 ойда, 5 1 5 6, да 5. 3 2 6, да 3, да 3. 0 12 1 ойда, 8 9, да 3. Өтірден кейін 3 сан 1 2 3. Енді осы екеуін бір-бірінен азайтамыз. 57,4-тен азайтамыз 3,192-ні. Мына жерде 0-ді тіркеп жазамыз. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 13-тен 9-ды азайтсақ 4, мына жерде 6-дан 3-ді азайтсақ 3, 5 түседі. Сонда жауабы 53,148. Үшіншісі, біз мынаны 2-ге көбейтеміз, мынаны керісінше 5-ге көбейтеміз. 147 азайтылған, мына жерде 10-нан 6 шығады. Сонда 13,10-нан 6-ны көбейтеміз 4,8-ге. Қосамыз, мына жерде 10-нан 5 болады. 3,5. Көбейтілген 6,8. Біз бірінші мына амалды орындайық, екінші мына амалды орындайық. Одан кейін үшінші азайту, төртінші қосуды орындайық. Кеттік. 13,10-нан 6-ны 4,8-ге көбейтеміз. 8 6 48 4 ойда, 8 3 24 ойдағымен 28, 2 ойда, 8 1 8 ойдағымен 10. 4 6 24, 2 ойда, 4 3 12 ойдағымен 14, 1 ойда, 4 1 4 ойдағымен 5. 8 12 1 ойда 4, мына жерге 5 түседі. 6 өтірден кейін 1 2 цифр, мына жерде де 2 цифр.
Енді екінші амалды орындаймыз. 3,5 көбейтілген 6,8. 44 ойда 8 үшім 24, ойдағымен 28. 6 бесім 33 ойда 6 үшім 18, ойдағымен 21. 0, 8, 3, 2. Өтірден кейін 2 цифрында 2 цифр болады. Енді бізде үшінші амал осы. 147-ден азайтамыз. Мына жердегі шыққан 65,128-ді. Өтірден кейін 0 бар. 7-нің бірін сұрасақ, мұнда 9 болады, мұнда 10 болады. 10-нан 8-ді азайтамыз. 2, 9-дан 2-ні азайтамыз. 7. Өтір түседі. Мына жерде 6 қалды. Мына жерге 5-ті азайтсақ 1. 14-тен 6-ны азайтамыз. 8. Енді келесі төртінші амал бар бізде. Осыдан шыққан санға қосамыз 23,8-ді. Да 2 түседі. 15 бір ойда. Мына жерге 4, ойдағымен 5 болады. Мына жерге 10. Өтір осы жерге түседі. Сонда жауабы 105,152. Келесі, мына жерде 4-ті 100-ге айналдыру үшін біз 25-ке көбейтеміз. Сонда 0,2 көбейтілген 5,125 қосылған 6,1 қосылған 0,101 көбейтілген 3. Қарайық, біз ең бірінші мынау амалды орындаймыз, одан көбейтуді орындаймыз. Сосын мына сандарды көбейтеміз, соңында барып қосамыз. 5,125-ке қосамыз 6,1-ді. Да 5, 3, 11. Бірінші амалды орындадық, енді оны 0,2-ке көбейтеміз. 2 бесім 10 бір ойда, 2 үшім 6, ойдағымен 7, 2 бірім 2, 2 бірім 2. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр, 1, 2, 3 цифр. Келесі біз мына 2 санды көбейтсек 0,103 болады. Енді төртінші амалды орындайық. 2,127-ге қосамыз 0,103-ді. Мына жерде 10 бір ойда, 2 ойдағы 1 мен 3 болатында 2 түседі. Сонда жауабы 2,10-3 екен. 858 заттың бағасы 720 теңге. Заттың бағасы алғашқы бағасының 0,125-не арзандады. Заттың бағасы неше теңге болды дейді. Бірінші, бізде заттың бағасы 720 болған, оның 0,125-не арзандады дейді. Енді 720-ны 0,125-ке көбейтейік. Мына жерде 0, 5, 2, 10 бір ойда, 7, 5, 35, 36 болады. Мұнда 0, 4, 14. 0, 0, 10 бір ойда, 7, 8, 1 түседі. Өтірден кейін 2 цифр, сонда 180 теңге. Арзандаған бағасы 180 болады. Сонда құны неше теңге болған табу үшін 720-дан осы 180-ді азайтамыз. Заттың бағасы 540 теңге болды. Енді екіншісі, заттың бағасы 0,108-не қымбаттады дейді. Яғни 720 теңгенің 0,108-ін табамыз. Көбейтейік 720-ны 0,108-ге. 0, 8, 2, 16 бір ойда, 8 жердегі 7, 56, ойдағымен 57. 0-лерді көбейтпей қояйық. Өтірден кейін 2 цифр болу керек, 1, 2. Сонда жауабы 57,6 екен. Енді қарайық, бізге айтады, қымбаттады дейді. Қымбаттаса, онда бағасына қосылады. Алғашқы бағасы 720, оған қосамыз 57,6-ны. Сонда болады 777,6 теңге. 859 практикалық жұмыс. Көлемі 1 метр куб ауада 0,121 метр куб оттегі бар. Өз бөлмеңнің ұзындығын, енін және биіктігін метр есебімен өлшеп, ондағы оттегінің көлемін табыңдар. Бізге көлемі 1 метр куб болған жерде оттегінің
көлемі 0,121 метр куб дейді. Біз өз бөлмемізді өлшеке, біз өз бөлмеміздің ұзындығы 3 метр болсын, ені 2 метр болсын, ал биіктігі 2,7 метр болсын. Енді біз не істейміз? Бірінші бөлменің көлемін тауып аламыз. Ол 3 көбейтілген 2 көбейтілген 2,7. 3 2 6, оны 2,7-ге көбейтейік. 6 7 42, 4 ойда, 6 2 12, ойдағымен 16 болды. Мына жерде өтір осында түседі, Сонда 16,2 метр куб болады. Енді ол жердегі от дегені табу үшін бөлменің көлемін 0,121-ге көбейтеміз. 16,2 көбейтілген 0,121. Жерге 1-ге көбейтсек 2, 6, 1, 2-ге көбейтсек 4, 12 бір ойда, 2 ойдағымен 3 болады. 2, 10, бір ойда 3, 4, жерге 3 болады. 4-тен кейін 1, 2, 3 цифры. Сонда 3,402 метр куб оттегі бар екен. 860 банкке 940 мың теңге салынды. Оның 1 жылдық өсімі алғашқы ақшаның 0,5-дей. Банкке салынған ақша 1 жылдан соң неше теңге болады? Бізге 940 мың теңге берілген. Ол осының 0,5-і неше теңге, соны тауып алайық. Өтірден кейін 2 цифр тұр. Олай болса, біз мына жердегі нөлдердің екеусін көбейтіп жіберсек, мына жерде 5 қалады. Яғни, мына жерде 9400 көбейтілген 100 деп алсақ, көбейтілген 0,105. Қазір мына екі санды бір-біріне көбейтетін болсақ, бізде 5 қана қалады. Сонда 9400-ді 5-ке көбейтсек жеткілікті. Ол бізде 47 мың теңге болады. Енді біз алғашқы банкке салған кезде ол 940 мың болған. Ол 1 жылдан кейін оның үстіне тағы да 47 мың теңге ақша қосылды. Сонда бізде банкте 987 мың теңге болады екен. 861 7 литрлік және 4 литрлік ыдыспен өзеннен 5 литр суды қалай құйып алуға болады? 2 ыдыс бар, біреусі 7 литрлік ыдыс, біреусі 4 литрлік ыдыс. Осы екеуі арқылы біз 5 литр су алуымыз керек. Алғашында бізде 4 литрлік ыдысқа су алып алайық, ал 7 литрлік ыдыс бос болсын. Сосын осы 4 литр суды алып 7 литрлік ыдысқа барып құямыз. Сонда ол жерде 4 литр болады, мұнда 0 литр қалады. Енді 4 литрлік ыдысты қайтадан толтырып алайық. Мынау 4 литр ыдыс су тұрсын. Енді осы 4 литрдің 3 литрін апарып мына ыдысқа құйғанда ол жерде 7 литр болады, ал өзінде 1 литр қалады. Енді мына 7 литрлі төгіп тастаймыз, мұнда 0, мынау 1 литр өз тұр. Осы 1 литрді апарып қайтадан құямыз. Мұнда 1 литр болады, мұнда 0 болады. Енді 4 литрлік ыдыспен тағы да су құйып аламыз. Сосын мына жерде 1 болып тұр. Осы 4 литрлік құйған суымызды қайтадан мына ыдысқа барып құямыз. Сонда ол жерде 5 литр болады, мына жерде 0 литр. Сонда бізге керекті 5 литрді алған боламыз. 862 катер А айлағынан 20,4 км/сағат меншікті жылдамдықпен ағысының жылдамдығы 3,2 км/сағат өзенде ағыспен 2,5 сағат жүзді. Сонда келесі айлаққа дейін 16,3 км қалды. Екі айлақтың арасы неше километр? Енді қарайық, бізге меншікті жылдамдығы берілген 20,4 км/сағат. Және ағыстың жылдамдығы берілген 3,2 км/сағат. Одан кейін осы ағыспен жүзгендегі уақыты берілген 2,15 сағат. Осылай жүргеннен кейін екінші айлаққа жету үшін тағы да 16,3 км қалды дейді. Ол бізде S1 болсын. 16,3 км. Бізге екі айлақтың арасындағы арақашықтық нешеу? Соны табу керек. S тең V көбейтілген T формуласын қолданамыз.
Қарайық, бізде егер мынау катердің жылдамдығы болатын болса, және ол ағыспен жүретін болса, онда осы екі жылдамдық бір-бірімен қосылады, яғни олардың жылдамдықтары артады. Біз S2-ні табамыз. Меншікті жылдамдықпен осы ағыстың жылдамдығы қосылады да, осы ағыспен жүргендегі уақытқа көбейтіледі. Сонда 20,4 қосылған 3,2 көбейтілген 2,5. 4-ге 2-ні қосамыз 6, 20,3-ге 3,5-ді қосамыз 23. Оны 2,5-ке көбейтеміз. 23,6-ны 2,5-ке көбейтейік. 5 6 30, 3 ойда, 5 3 15, ойдағымен 18, 1 ойда, 2 5 10, ойдағымен 11. 2 6 12, 1 ойда, 2 3 6, ойдағымен 7, 2 2 4. 0 11 ойда, 8 9 болады, мына жерде 5. Өтірден кейін 2 цифр, өтірден кейін 2 цифр, сонда жауабы 59 километр. Енді барлық S-ті табу үшін біз S1-ге осы S2-ні қосамыз. Сонда S тең S1-іміз 16,3. S2 59 шықты. Екеуісінің бүтіндерін қосатын болсақ, мына жерде 75,3 километр шығады. 863 сыйымдылығы 2,5 литр ыдыстың 0,8-іне сүт құйылған. Ыдыстағы сүттің 4/3 құйылып алынды. Ыдыста неше литр сүт қалды? Бізге 2,5 литр ыдыстың 0,8-і неше, соны табу керек. 8 5 40, 4 ойда, 8 2 16, ойдағымен 20. Өтірден кейін 2 цифр, олай болса 2 шығады екен. 2 литр. 2,5 литр ыдыстың ішінде 2 литр сүт бар. Ыдыстағы сүттің 4/3 құйылып алынды. Яғни осы 2 литрдің 4/3 құйып алынды. Сонда бізде 2 мен 4 қысқарады. Мұнда 2, 2-ден 3. 3-ті 2-ге бөлсек 1,5 литр. Осы 1,5 литрді құйып алған. Сонда ыдыста неше литр сүт қалды? Бастапқыда 2 литр, одан 1,5-ті азайтып тастағанда 0,5 литр сүт қалған екен. 864 теңдеуді шешіңдер. Біз мына жердегі бөлшекті бөлуге айналдырамыз. X бөлінген 6,2 тең 5,125. X тең 6,2-ні 5,125-ке көбейтеміз. 10, 1 ойда, 4, ойдағымен 5, 2 5-ім 10. 6 5-ім 30, 3 ойда, 6 2-ім 12, ойдағымен 15. 1 ойда, 6 5-ім 30, ойдағымен 31. Қосайық 0, 5, 5, 2, 3. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр, 1, 2, 3. Сонда жауабы 32,55. Екінші, X қосылған 0,7-ні бөлеміз 2,6-ға. Мынаны ондық бөлшекке айналдыру үшін 5-ке көбейтем, сонда 4,5 шығады. X қосылған 0,7 тең, мына екі санды бір-біріне көбейтеміз. 4,5 көбейтілген 2,6. 6 5-ім 30, 3 ойда, 6 4-ім 24, ойдағымен 27. 2 5-ім 10, 1 ойда, 2 4-ім 8, ойдағымен 9. 0, 7, 11. Өтірден кейін 2 цифр. Сонда X қосылған 0,7 тең 11,7. X тең, енді азайтамыз, 11,7-ден 0,7-ні азайтсақ 11 бүтін шығады екен. Үшіншісі, Y қосылған 0,792 бөлінген 2,16 тең 8,7. Y қосылған 0,792 тең, осы екі санды бір-біріне көбейтеміз. 2,16. Көбейтейік.
7 алтым 42, 4 ойда, 7 бірім 7, ойдағы мен 11, 1 ойда, 7 екім 14, ойдағы мен 15, 8 алтым 48, 4 ойда, 8 бірім 8, ойдағы мен 12, 1 ойда, 8 екім 16, ойдағы мен 17. 2, 9, 7, 8, 1. Үтірден кейін 1, 2, 3 цифр. Сонда y қосылған 0,792 тең 18,792. Y тең. Қазір мына екі санды бір-бірінен азайтамыз, сонда бізде 18 шығады. Төртіншісі x қосылған 0,4 бөлінген 2,4. Мынаны ондық бөлшекке айналдыру үшін 25-ке көбейтеміз, сонда 3,25 шығады. X қосылған 0,4, 3,25-ті көбейтеміз 2,4-ге. 3,25 көбейтілген 2,4. 4 бесім 22 ойда, 2 төртім 8, ойдағы мен 11 ойда, 4 үшім 12, 13 болады. 2 бесім 11 ойда, 4 ойдағы мен 5, 2 үшім 6. 0, 0, 8 да 7. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр, сонда 7,8 шығады екен. X қосылған 0,4 тең 7,8. X тең, қазір 0,4-ті бұлай апарсақ, азайту болып барады, сонда 7,4 шығады. Бесіншісі, X азайтылған 1,165 бөлеміз 10,125-ге. Тең 13,4. Мына 10,125 мына жаққа апарған кезде көбейту болып барады. Сонда 13,4-ті көбейтеміз 10,125-ге. 5 төртім 22 ойда, 5 үшім 15, ойда мен 17, 1 ойда, 5 бірім 5, ойдағы мен 6. 2 төртім 8, 6, мына жерде 2 болады. Қосамыз, мына жерде нөлдер. Қосамыз, да 4, 3, 1. 0, 15, 1 ойда, мына жерде 12, ойдағы мен 13, 1 ойда, мына жерде 6, 7 болады. 3, 1. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр, 1, 2, 3 цифр. Сонда x азайтылған 1,165 тең 137,135. X тең, мына екі санды бір-біріне қосамыз. 137,135-ге 1,165-ті қосамыз. 10 бір ойда, 9 ойдағы мен 10 бір ойда, мына жерде 8 ойдағы мен 9 болады, 3 бір түседі. Сонда жауабы 139 екен. Келесі x азайтылған 0,155, оны бөлеміз 6,125-ге, тең мынаны 2-ге көбейтеміз, сонда 10-нан 6 болады. 0,10-нан 6. Қазір x азайтылған 0,155, 6,125-ті теңдіктің екінші жағына апарғанда көбейту болып барады. Сонда 6,125-ті көбейтеміз 0,6-ға. 6 бесім 33 ойда, 6 екім 12, ойдағы мен 15, 1 ойда, 6 алтым 36, ойдағы мен 37. Өтірден кейін 1, 2, 3 цифр. Сонда 3,175 шығады. Енді x тең 0,155-ті теңдіктің екінші жағына апарғанда ол қосу болып барады. Яғни 3,175-ге қосамыз 0,155-ті. Сонда 10 бір ойда, 7-ге 5-ті қосамыз 12, ойдағы мен 13, 1 ойда 3, ойдағы мен 4. Жауабы 4,3 екен.